кем болмас үшін біз білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін бірлік керек. Осы керектілердің жолында жұмыс жасау керек. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адамда құсқан құста жүрген аңда, жұмыссыз тек жүрген жоқ ешбір жанда. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенін алдынан іздемей-ақ табылар. Қайырлы күн, қымбатты оқушылар, қадірлі ұстаздар. Бірінші А сыныптың әліпбимен қоштасу мерекесіне қош келіпсіздер. Білімнің негізгі бастауы бұл әліпби. Бастауыш сыныпта әліпбимен сауат ашу бар, әліпбимен қоштасу бар. Бұл әліпбенің статусының жоғары екендігінің дәлелі. Мен тәжірибелі ұстаз ретінде биылғы әліпбенің қайта оралғанына қатты қуандым. Бүкіл Қазақстан үшін бұл әліпбенің қайта оралуы рухани жаңғыру болды. Бұл әліпбе тек оқу жазуды үйрету қызметімен ғана емес, жүздеген жылдар тарихымен де бізге қадірлі. Міне балалар, биылғы мектеп табалдырығын аттағалы отырған балалар қуану бақытына ие болып отыр. Ата-аналары да, ұстаздары да. Міне мен осы үшін министріміз Асқат Қанатұлына үлкен алғысымды білдіремін. Ассалаумағалейкум уа халайық. Армысыңдар ардақты әкелер мен ару аналар. Кешегі сәби балаңыз жарады міне қараңыз. Ғылым, білім жолында енді қайық саламыз. Толқимыз, толқып тұрмыз баршамызға. Бұндай күй болған сірә баршамызға. Қол соғып қошеметпен шақырайық бірінші А сынып оқушыларын ортамызға.
шексіз қуатсыз, өйткені алғаш хаттандырып сауатымызды ашқан әліппені бітірдік. Мен енді өзім оқып өзім жаза аламын. Біз көп нәрсені үйрендік. Ән айтуды, сурет салуды, би билеуді, есеп шығаруды үйрендік. Әліппемен қоштасу, қоштасына, қой мен кеттім, чао! Тиспемен әріппе. Әріпкейді қайда қайырып, мынау доңғалақ төреді ғой, мынау есін төреді қойыпты. Мен бұлардың бәрін әліппені оқымай-ақ білемін. Бұл не дегенін білмеспек? Бұлар ОП деген әріптері ғой. Дегенмен білмеспектің сөзінің жаны бар. Әрбір әріп бір нәрсеге ұқсас. Кәне тауып көрейік. Қай әріп? Ф әріпі. Қай әріп? Т әріпі. Қай әріп? Я әріпі. Қай әріп? Р әріпі. Көрдің бе білмеспек? Онда мен де әліппені оқығым келеді. Бұның дұрыс болды. Алдымен үсті басында тазалап, жөнге сал. Әліппені таза ұқыпты балалар ұстайды. Жарайды. Балалар, әліппе туралы біз не білеміз? Сіз білесіз бе, бұл кітап 400 жыл өмір сүріп келе жатқан ескі кітап. Я, шынында да әліппе бұл дана кітап, өйткені әліппесіз бірде-бір адам сауатын аша алмас еді. Әліппе ақыл баспалдағы. Сені қиын, ол кезде баспа кітаптар болған жоқ. Кітапты қас қаусынымен қолмен жазған. Әсіресе қызыл түстей, алтын түстей бояумен әдемілеп бояп жазған. Сондықтан кітаптар өте қымбат болды. Тек бай адамдар сатып алды. Әліппені қазақ тілінде жазған Ахмет Байтұрсынов. Балалар, мен сендерге сұрақ қояйын. Іші толған әріпке білімдегі жарық не? Болашақтан болашақ, ол сүйікті әліппе. Олай болса, бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырайық. Армысыңдар жас достар, армысыңдар ата-ана, болашаққа жол бастар. Әліппен келді ортаға, білім деген ғажаптың әліппесін меңгерген. Келешегі қазақтың басталады сендерден, таудай болса талабың, айтары көп әріптің. Қуанышы баланың, қуанышы ананың. Жақсы білім көрімдер болсын бізге ағайын. Не үйреніп, не білдік? Кәне ортаға салайық. Балалар, мен сендердің білімдеріңді тексергім келеді. Қазақ алфавитінде қанша әріп бар? Математика сабағынан сұрақ қояйын. Айнұр 2 пирамида жасады, ал Гүлнұр 3 пирамида жасады. Екі қыз қанша пирамида жасады? Ағылшын тілінен маған 10-ға дейін санап беріңдерші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Әліппе
шығар деді. Мен жұбап қалмайды, ұстазым оны кілтін алып берді. Келгенімде алғаш рет мектепке білмеуші едік әріптерді. Оқимыз қазір ертекті үйреткен оны әліппе. Енді біз жаза білеміз, әліпке қосып әріпті риза болып саған жүреміз, шекті біздің әліппе. Барлық әріп бағалы, сөзге тірек болады. Жетелеймін білімге, мені сүйген баланы. Әке шәңге басады, таңғы ұйқыңды ашады. Жетіп келсең жаңына, тырағайлап қашады. Ала қанат сауысқан, жынды көрсе жабысқан, жағымдаспай жанына сезіп қойды алыстан. Зебір деген жануар, жоғыға ұқсас күші оның, сабақ бар, жауы бар, жоғақ түсі. Тасбақаға отырып, кездік ормандаланы, бізді көріп секіріп, тиін қашып бір. Үкі деген әдемі, үлпіл деген желеді, қыздар сән болсын деп, үкі тағып береді. Ешкі төлі бұлақ, шапқылайды зымырап, анасынан адасса, айқайлайды тұруап. Күнде ерте тұрамын, әзірлейін сабақты, ыдысты да жуамын, пісірем тамақты. Аш деген көк аспан, аз жарысқан, мен ғарышкер боламын, айға барып қонамын. Шәмәлетке ұқсаған, инек ұстаған, қойдан болып қамалап, үйтөледі апалап. Ол тіреу бұл жерде сен едің жаңғырақ киіз үйге кіргенде қаласың бір жадырақ. Аю қасқыр аң болар, қоян түлкі тағы бар, жемдік іздеп жапаннан күндіз түні қаңғырар. Күн әлем шағы төгіледі, шуақ көбелектер қуанып, бірі-бірі қуады. Көңіл көліккені көңіл көзін сүйеді, қарбы шеген баланың шөлі әбден қанатын. Ұяты үй қойшының да, ұярақ үйін қорғайды, бала панға ұрынба, ұя бұзған оңбайды. Келдеп аспан торымдап, жұлдыздары жымыңдап, бай қоңырдан ұшады, ракета зуылдап. Тым соны мақты, аяқтар сұсты, басы ятты жүктіп білдеген мақты. Ода ұсталада жоламайды қалаға, дезеңіздер теңізде, ол теңізбен егізбе. Жаралардың жалынан қорқпайтын далдан, неме деген ағаш бар, жапырақ жайылған. Нан қоқымын шашпандар, жерге жатса баспандар, сүйінің суығын нар. Жалғыз өркеші бар, көздер жаудыраған, бота деген еркесі бар.
әліппе ыстық әрбір беттердің жазуындағы қарам ақыл бердің әліппе ақылдасын мұғалім. Үйретті бізді әліппе қыры екі дербес әліпке сөз сөйлем құрап лайық болып дәріпке. Әліппе білімге жолды бастаған әліппе саған мұлақ, оқы деп ұран тастаған әліппе саған мұлақ. Қош бол құтты әліппе, көп нәрсе үйреткен, таныстырып әріппен, тақылдатып сөйлеттің. Ал балалар, оқуда зейінді болдар, қош сау болыңдар. Балалар, сендерді әріптерді жақсы меңгергендері ол ата-аналарының және әжелерінің арқасы. Сондықтан да әжелерің мен ата-аналарыңа алғыс айтыңдар. Отаннан таяншын тілегім, көп бақытты бір басыңа тіледім. Бізді жақсы болсын екен деп, лүпілдейді сенің қамқор жүрегің. Әкем, анам жақсы бағым жайна, сол бағымда асық салып ойна. Пәк жүрекпен жыр жазды перзентсіз тек сіздерге. Бар тілегім тек сіздерге арналды.
сейімді болыңдар. Оқуды жақсы меңгеріңдер, сау болыңдар. Ақыл ойын дананың ана тілден аласың, ана тілі ардақты, ақ сүтіндей ананың. Балалар, енді мені оқитын болсаңдар, мен сендерге көп қызықты әңгімелер, ертегілер айтып беремін. Ынта қойып оқысаңдар, көп нәрсе үйренесіңдер. Әліппені алып қолың ай. Әріптерді үйретіп жақын болған кім бізге? Жаман тұтқан жүйреткен, ақыл берген кім бізге? Әліппе оқуға үйреткен әр күні. Үйреткен саналды, көп еңбек сіңірген. Әліппе даналық жол ашты, жаңадан пәндер жалғасты. Әліппе сырын ұқтырған, рахмет ұстаз алғашқы.
бұл жерде намыс қолдан келмеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы мол тағы бар жау жүйрік баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, Қазақстан, саңға Қазақстан, Қазақстан, жаза Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Қазақстан, Қазақстан, саңға Қазақстан, Қазақстан, жаза Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Баршаға табулы болған байтақ жерім бар, егемен тәуелсіз қазыналы елім бар. Ашық көк аспаным, асқалы тау көлім бар. Қазақстаным, Қазақстаным, жастасың қазағым, жаса батыр жастарым. Желбіретіп туды жеңіске жол бастаған, елбасы тарихы мәңгі болсын дастаным. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, Қазақстан, саңға Қазақстан, Қазақстан, жаза Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Қазақстан, Қазақстан, саңға Қазақстан, Қазақстан, жаза Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Қазақстан, Қазақстан, саңға Қазақстан, Қазақстан. Сенің ата-анам, отан досым бауырым, отан өлкем астана, отан аудан ауылым. Сыртынан айлары күліп отқан қуаттан сенен бақталады басам саулады. Отан осы достарым, күнге бұны сүйе біл, отан жүрші сауын ардақтап сүйе. Отан мен өздегі туымды шатылап кеземін, білу керек ұрпақ бес саусақты өз елін. Түнгі аспанда сары күтіп таңдады, құс жолына жаздым арманды. Өзен көл мен тауларын сүйіп орманды, болашаққа аштым жолдарды. Өмірге боп ғашық, алғаш қадам басып, отаным деп сені таныдым. Сенде туып өстім,
балалар, міне барлықтарыңа әліппе мерекесі құтты болсын. Бұл әліппе сендерді оқуға, жазуға үйретіп қоймай, оның әр бетті сендерді ұқыпты болуға, отанды сүюге, мәдениетімізді, тілімізді сақтауға, әдет-ғұрпымызды сақтауға үйретті. Сендердің бойларыңнан ұлттық құндылықты сіңіре білді. Барлықтарыңа мерекелерің құтты болсын. Құрметті қонақтар, биыл біздің еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл толып отыр. Барлықтарыңызға мереке құтты болсын. Еліміздің тұғыры биік, жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Осымен сіздерге арналған қысқаша концерттік бағдарламамыз аяқталды. Енді осы кешімізді аяқтау, қорытындылау үшін сөзді мектебіміздің директоры Гүлнара Құрманәліқызына береміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, біздің сүйікті де сүйкімді бүлдіршіндеріміз. Балалар, міне бүгін сіздер үшін ең керемет қуанышты күн. Себебі біздің елімізге, өзімізге баяғы Ахмет Байтұрсынов жазған осы әліппе оқулығы өзімізге қайтарылды. Қандай тамаша. Енді құрметті балаларымыз, осы әліппені жақсы меңгеріп, ойларың да өсіп, ойларың да, пікірлерің де өсіп, қандай керемет бүгінгі іс-шараны өткізіп отырмыз, құрметті ата-аналар. Сондықтан осы балаларымызға бүгінгі күні тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен және де жаңа жылмен тұспа-тұс келіп отырған осы мерекеміз әрдайым құтты болсын дей келе, құрметті оқушыларымыз, сіздерге зор денсаулық тілеймін. Жаңа жыл сіздерге жаңа табыс әкелсін. Осы әліппені аяқтап қоштасып, бүгін ана тілін қабылдап алдыңыздар. Енді осы ана тілден керемет дүниелерді біліп, жаңа білімдеріңді ашып, білімдеріңді шыңдап, осы оқу жылы толағай табыстарға, жетістіктерге жете беріңдер балалар. Тағы да мереке құтты болсын, құрметті ата-аналар мен ұстаздар. Рахмет. Құрметті балалар, алдымен сендердің не армандасаңдар да, алдарыңа қандай мақсат қойсаңдар да, сол мақсатқа жетіңдер. Болашақтарың нұрлы болсын, келешектерің кемелді болсын. Тек білімді, ақылды, отанын сүйетін, ата-ананы тек қана қуантып жүретін бала болып өсе беріңдер. Не құрметті ата-аналар, оқушылар, ұстаздар, біздің бүлдіршіндеріміз, қазір осы кешімізді аяқталды. Ата-аналар комитетінен біреу сөйлесе, балаларды құттықтау үшін. Сіздер ма, балалар, ата-аналар, ұстаздар, бүгінгі әліппе мерекесі құтты болсын. Қанша уақыттан бері үзіліс болып қалған бұл мереке ғой, өзімізге міне ұстазымыз айтқандай рухани жаңғыру болып отыр. Бала-шағамыздың да осындай рухани байлықтары көбейе берсін, білімдері аса берсін. Тек үлкен белестерді бағындыратын балалар тәрбиелеп шығара беріңіз. Сізге де үлкен алғыс. Мектеп әкімшілігіне рахмет, осындай мереке ұйымдастырып отқан. Баршаңызға сәттілік балалар.